Кейбір фото-видеолардың интернетте жүргеніне қаншама жыл болса да, әлі күнге дейін фотодағы түсініксіз біреудің не екенін, қайдан тап болғанын адамдар анықтай алмай жүр. Мысалы, мына видеода бір жігіт түнде ормада фонаригін жағып алып, камераға түсіріп бара жатыр еді. Бір уақытта жігітке мына монстрдың оған қарап тұрған, қалай оған фонарик жағып еді, солай қашып кеткені түсіп қалған. Әлі күнге дейін бұның не екені белгісіз. Сәлем, сіздермен Диана Ю. Мынау не өзі, қалай өзі деп миларыңызды жаруға дайын бола беріңіздер. Өйткені камераға түсіріп алған түсініксіз құбылыстарды көрсетіп шығамын. Ал сіздер оның не екенін тауып көріңіздер. Адамға қарай құлап кеткен айналатын есік. 2006 жыл Бельгиядағы ең биік зданиялардың бірі. Видеода қара киімдегі еркектің есікке қарай кетіп бара жатқанын көріп тұрсыздар. Бірақ бір уақытта есік просто сынып кете салады. Еркек қатты жарақаттар алған екен. Қалай бұлай болған әлі ешкім анықтай алмады. Бірақ сырттан ішке кірмекші болған адам есікті аяғымен байқамай тоқтатып қалғанын кесірінен болған деген теория да бар. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Неге өзімен өзі есік жарылып сынып кете салды? Ормандағы біртүрлі әйел. Англиядағы Кеннак Чейз атты орманы. Бұрындары көп деген адамдар осы орманға келіп демалғанды жақсы көретін еді. Бірақ 19 ғасырдан бастап орманда бір құбыжықтар жүреді деген өсек тарап бастаған. Қазірге дейін, мен сол орманға барып едім, сол монстрды өз көзіммен көрдім деп айтып жүргендер де өте көп. Қазір ең көп айтылатыны, мен орманда көздері толықтай қап-қара балаларды көрдім дейді. Ал мына видео соны дәлелдейді. Дрон арқылы түсірілген видео, мұқият қарасаңыздар, орманның ішінен серый адамға ұқсайтын бірдеңе көрінеді. Жыбырлап жүр. Дронды ұшырған адам барынша жақын анық түсіруге тырысты. Міне осы әйел ма, или басқа құбылыс па, бірдеңе. Қалай ойлайсыздар? Бұл не? Қорқынышты монстр ма, әлде кәдімгі орманда жүрген адам ба? Айтқандай, бәріңіз жақсы көретін мультиктер жайлы ролигім енді 70 байлар каналында. Әдетте сіздер тек даусымды естейсіздер ғой, ал бұл видеода өзімді көрсеңіздер де болады. Ең бастысы, бәріміз білетін атақты мультиктердің ужас копиялары мен плагиаттарын айтып шықтық. Өте қызық болды. Мені бір күнде 2 видео салды деп есептей беріңіздер. Қызықтан қалмаймын десеңіздер, міндетті түрде көріңіздер. 70 байлар деп іздеңіздер, немесе описанияда дәл сол видеоның ссылкасы тұр. Сол арқылы өтсеңіздер де болады. Рататуй емес, Рататуинг деп қойған екен атын. Качествоның қандай жаман екенін енді. Көпірде жоғалып кеткен әйел. Калифорниядағы Колорадо көпірі салынғаннан бастап ең сұмдық көпірлердің бірі болды. Өйткені постоянно сол көпірде бір трагедия болып, адамдар әртүрлі өліммен қайтыс болады. Қаншама авариялар, қаншама адамдар өздерін көпірден тастап жібереді. Сол үшін де бұл көпірді көбісі маньяк көпір деп атап кеткен екен. Енді осы видеоға мұқият қарасаңыздар, бір еркек байкпен дәл сол көпірдің үстінен өтіп жатыр еді. Қарап тұрсаңыздар, дымда қорқынышты жері жоқ, бірақ видеоға әйелдің бейнесі түсіп қалғанша. Мейлі, әйел енді өзі көпірде серуендеп жүрген шығар енді деп ойласаңыздар, қателесесіздер. Өйткені әйел камераға түскеннен соң сол жаққа қарай бұрылса, дәл сол жерде әйел уже жоқ еді. Тура какой-то секундтың ішінде аруаққа айналғандай. Или сол моментте өзін көпірден тастап жіберді ме екен. Байкердің айтуы бойынша, ол тоқтап тұрып әйел тұрған жерге барып тексеріп еді, бірақ ештеңе жоқ. Ешкім көпірде болмаған да, ешкім өзін көпірден тастамаған да болып шықты. Бірақ камераға түсіп қалған. Бұл не болды сонда? Япониялық қыздың аруағы. Япониялықтардың айтуы бойынша, кім осы суреттегі қыздың аруағын көрсе, сол адамның жолы болады екен. Ал мына видеода дәл сол елесті көріп тұрсыздар. Ол жаймен ұйықтап жатқан қызға қарай жақындап келе жатыр. Еңкейіп қолымен бірдеңелерді жасайды да, кейін кетіп қалады. Тура сәлем салғандай. Егер видеодағы елес шынымен де осы қуыршақ болса, ұйықтап жатқан қыздың кәдімгідей жолы болды. Алайда ол как раз таки өзімен тек жамандықты алып келетін злой дух болуы да мүмкін. Отельдегі елес. 2003 жыл Вингейт атты қаланың отелінде камераға түсіп қалған видео. Отельдегі қонақтар постоянно 209 бөлмеге жалоба жасайды екен. Сол бөлмедегі адамдар айқайлай береді, шулай береді, тыныштық жоқ. Солардың кесірінен біз ұйықтай алмаймыз деп. Ал осы видео түскен күні тағы да біреу 209 номерге жалоба жасаған күн еді.
Видеода шынымен де сол номерден біреудің айқайлаган дауысы шығады. Бірақ одан да қорқыныштысы, жігіт қалай есікті ашып ішіне кіреді, солай бөлмеден бірдеңенің шығып кеткенін көреміз. Байқадыңыздар ма? Әлі күнге дейін оның не екенін ешкім білмейді. Біреулер камераның қатесі десе, ал басқалар ол точно злой дух деп айтып жүр. Ешкімге керек емес үй. Почти бүкіл әлемді шулатқан видео болған. YouTube'қа 2008 жылы салынған, одан басқа анық ақпарат жоқ. Бұл өзі кімнің каналы, кім салды, видеодағы кім дегендей. Видеода екі кішкентай где-то 7-8 сынып оқитын балалар заброшенный үйге қарай бара жатыр. Үйдің ішіне кіріп, жаймен жан-жақты зерттей бастайды. Вроде қорқынышты ештеңе жоқ еді. Бірақ сол жігіттердің бірі болды кеттік бұл жерден деп камераны төбеге қарай бұрып қалғаны сол еді. Ешкім керек емес заброшенный үйде тұратын біреудің бар екені түсіп қалды. Бұны монтаж деп айта алмаймыз, өйткені видео 2008 жылы салынған. Ол кезде монтаж арқылы видеода бірдеңелерді қосу почти мүмкін емес еді. Сонымен бұл не болды? Балаларды қорқытып пранк жасамақшы болған біреу ма, или шынымен де аруақ, или домовой ма? Өкінішке орай бұны енді ешқашан біле алмаймыз. Түрмедегі призрак. Американың осы түрмесі призрактардың үйі болып саналып кеткен. Оны түсіндіруге болатын шығар, өйткені ақпараттар бойынша бұл түрмеде жаман көп адамдар азапты өліммен қайтыс болған екен. Бұл видео 2006 жылы түсірілген. Камераға қап-қара бірдеңе жақындап келеді да, сразу артқа қарай кетіп қалғанын көрдіңіздер ме? Бұл не сонда? Шынымен бір адам ба, или призрак па, әлде монтаж ба? Бірақ 2006 жылы ғой, так что монтаж деп ойламаймын. Видеозвоноктағы өзге ғаламшарлық. 2012 жылы бір блогер Skype арқылы видеозвонокпен достарымен сөйлесіп жатыр еді. Камераның бірі істемей тұр, компьютерге жалғанбай тұр еді. Бірақ бір кезде өзімен өзі сол камера қосылып кетіп, қорқынышты нәрсені көрсетеді. Мынаны НЛО ма? Блогерлер сұмдық қорқып кетті ғой. Мейлі ол НЛО болса да қалай өшіп тұрған камераға қосыла алды? Ютуберге көбісі ой бұл монтаж, алдамаша деп жабылып кетті. Бірақ блогер жоқ, шынымды айтам, бұны мен жасамадым. Сол ситуациядан кейін маған күнде мен танымайтын бір әйел звондай береді деп айтқан екен. Қалай ойлайсыздар? Блогерге біреу пранк жасады ма екен? Канализациядағы монстр. Америкадағы жер астынан су өткізетін компания интернетке осы видеоны салды. Байқасаңыздар, шынымен видеода адамға ұқсайтын бірдеңені көруге болады. Бірінші видеода аппақ бірдеңенің пайда болып, жоқ болып кеткенін көреміз, ал екінші видеода адамға ұқсаған көзі жанып тұрған құбылыс пайда болады. Шеттен бір қарап жоқ болып кетеді. Кейін уже жасырынбай бері қарай шығады. Су өткізетін компания осы видеоны интернетке салып, өтініш не екен анықтап беріңіздерші деп сұраған екен. Бірақ әлі күнге дейін ешкім білмейді. Қытайдағы кір. Бұл кадр Қытайда түсірілген. Көшеде өзімен өзі пенка сияқты бірдеңе жайылып кетеді. Ешкім түсінбеді бұның не екен. Біраздан соң тіпті полиция мен пожарныйлар да келді. Әлі күнге дейін бұның не екен ешкім айтқан жоқ. Жоғары жақ адамдардан жасырып жатыр ма бірдеңе. Көбісі біреу осындай пенка арқылы крупный қылмысты жапқысы келген дейді. Яғни крупный адам өлімін. Енді не болса да бұл тез пайда болған пенка дәл солай тез жоқ болып кетті. Біздер үшін мәңгілік жұмбақ болып қалды. Көпірдің астындағы кім? Осы видеода біреудің көпірдің астымен тура спайдермен сияқты или болмаса бір монстр сияқты тез-тез еңбектеп кетіп бара жатқанын көріп тұрсыздар. Бұл точно адам емес, өйткені кәдімгі адам олай прям көпірге жабысып, төрт аяқтап, еще астымен еңбектеп жүре алмайды. Русалкалар бар ма? Почти барлық адам осы шынымен русалкалар бар ма екен деп ойланып көрген шығар. Ал мына видеодағы адамдар су асты әлемін зерттейтін адамдар. Гренландия. Әшейін өздері үшін видео түсіріп жатып, осы монстрдың қолы да түсіп қалады. Егер жақындап мұқият қарасақ, даже оның түрін де көруге болады. Мынау сонда русалка болды ма? Жердің астындағы не? Осы қаншама монстрлардың не бір түрлері именно орманда жүреді ау дейм. Бір жігіт бір өзі орманда серуендеп әрі видеоға түсіріп жүреді. Жердің астындағы көз жанып тұрған бірдеңені көріп қалды. Бұл не? Әрине ешкім білмейді.
Вечеринкадагы жагдай. Үйдө болуп жаткан көңүлдүү вечеринкалардын бири. Уже түн болуп калган эди. Жигити видеого түшүрүп турганда артынан кичкентай кобулус өтүп кетеди. Гоблин ба, не бул? Вроде кичкентай, бирок келбети адамга окшойма, я? Фея. Мына видеону монтаждейин десем, вообще уксамайды. Туура феяга уксайтын кичкентай ушкуч бирдеңе оюнчук күшүктү кулатып жибереді. Бул шыбын эмес точно. Энелик булай үлкөндөй оюнчукту кулата алмайды. Сонда не бул? Слендермен өмірде бар-ау. Осы видеоны көріп, Слендермен шынымен де өмірде бар ма деп қалдым. Велик айдайтын спортсмен еркек өзінің қалай велик айдап жатқанын видеоға түсіріп еді, бірақ алыс жақтағы тұрған талға қарасаңыздар, қасынан ұзын Слендермен сияқты біреу жүріп келе жатыр. Жігіт бұл видеоны тек үйіне барып көрген соң ғана байқап қалды. Сол үшін де өзі жеке барып көре алмады бұның не екен. Сол кей интернетте жауабы жоқ жұмбақтардың бірі болып қалып қойды. Таудағы адамдар. Бір қыз таудағы тұрған екі адамды видеоға түсіріп жатыр еді, бірақ бір уақытта сол екі адамның бірі кәдімгідей ұзарып, үлкейіп кетеді. Кәдімгі адам бұлай жасай алмайды. Қорқып кеттім осы видеоны тауып алғанында. Ал қайсы видео сіздер үшін қатты қорқынышты болды? Комментарийге жазыңыздар. Видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп алуды да ұмытпаңыздар. Ал сіздермен болған Диана Кю. Келесі роликте кездескенше.